Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа арнап, дәмді әрі атылмайтын ассорти жабатын боламыз. Ол үшін ең алдымен қиярымызды 1 сағат алдын суға салып қоямыз. Құрамына қажет болады помидор, хрень, укроп, чеснок, қара бұрыш, лавр жапырағы, қант, тұз және аспирин. 1 сағаттан кейін қиярымызды тазалап, екі жағын алып дайындап аламыз. Ең алдымен банканың астына хрень жапырақтарын орналастырып шығамыз. Одан кейін укропты саламыз. Одан кейін қиярды орналастырып шығамыз. Қиярды нағыздап салыңыздар. Қиярдан кейін арасына чеснок салып, одан кейін помидорды орналастырып шығамыз. Достар, менің каналымды қолдау ретінде каналға жазылып, комментарий бөлімінде өз ойларыңызды айтып, лайк баса отырыңыздар. Банкаларға барлық өнімді салып болғаннан кейін үстіне ыстық су құйып, қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін бұл суды пайдаланбайсыздар, бұл суды төгіп тастаймыз, өйткені барлық зиянды зат осы сумен шығып кетеді. Барлығының суын төгіп болғаннан кейін дәмдеуіштерін салып шығамыз. 2 литрлік банкіге 1 ас қасық қант, 2 ас қасық тұз, қара бұрыштан 7-8 штук және де 2 штук лавр жапырағын салып шығамыз. Сонымен қатар әрбір 2 литрлік банкаға 2 штук аспириннен салып шығамыз. Енді банканы жабуға дайындаймыз. Үстінен жаңадан қайнатылған ыстық суды құйып, банканы жабамыз. Сенімді болу үшін 3 қайтара бұрағандарыңыз абзал. Кейін қақпағының дұрыс жабылғандығын тексереміз және де осы әрекет арқылы ішіндегі дәмдеуіштерін ерітеміз. Достар, сонымен қатар менің каналымда дәмді әрі оңай болып шығатын капкейкидің рецептісі бар. Жоғарыдағы сілтеме арқылы өтіп қарасаңыздар болады. Кейін банкаларды төңкеріп, жылы жерге бір түнге қалдырамыз. Осылайша біздің қысқа арнаған ассортиіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.